Осы жұма және сенбі күндері бөліп төлеу шартымен сатып алуды жақсы көретіндер үшін Каспий кезеттегі Каспий жұма бүкіл халықтық мерекесі кезектіреді өтеді. Каспий жұма осымен екінші рет өтіп отыр. Өткен жылы қалай болды және бұл жолы қазақстандықтарды не күтеді? Тілшіміз айтсын. Көйлекке дөңгелек сатып аламын. Жаңа смартфон керек. Самокат аламын. Жатын бөлме жиһазын. Бесік арба алғым келеді. Қазақстандықтар Каспий жұма мерекесін күтуде. 24 айға дейін бөліп төлеу шартымен алу. Каспий кезеттегі тауарлардың сан алуан түрі отандастарымыздың көпшілігін қызықтырады. Алғаш рет былтырғы қарашада өткен Каспий жұма ерекше табысты болды. Каспий кезет ұсынған қазақстандық онлайн сатып алып бөліп төлеу мерекесі қазақстандық электронды коммерция мен сауда саласындағы 2017 жылдың басты оқиғасына айналды. Дүкендердегі мұндай дүрлігіс тіпті жаңа жылда болмаған. Каспий жұма кезінде қазақстандықтар Каспий кезеттен 250 мың тапсырыс жасаған. Біз Каспий кезет басшысы Михаил Лантадзеден Каспий жұма туралы және бұл жолы не күтіп тұрғанын сұрадық. Неге Каспий жұманы қайта өткіземіз деп шештіңіз? Каспий жұму первый раз мы провели. Бірінші Каспий жұма өткен жылдың қараша айында өтті. Және біздің сүйікті клиенттерімізден жиі өткізуді өтінген тамаша пікірлер алдық. Енді биылды әрбір қазақстандыққа жағымды тосын сый жасап, кезекті Каспий жұма акциясын жазда 20-21 шілдеде өткізуді шештік. Осы аптаның сенбі, жексенбі күндері. Осы Каспий жұмада қандай тауарларды алуға болады? Мы постоянно работаем над расширением ассортимента. Біз ассортиментті ұлғайтып отырмыз. Осы Каспий жұмада Каспий кезеттегі тауарлар көбейе түсті. Енді 24 айға дейін бөліп төлеуге тек электроника, тұрмыстық техника, ойыншық қана емес, үйге арналған тауар, жиһаз, автотауарлар және басқа да көптеген заттарды алуға болады. Біз сүйікті клиенттерімізге Каспий кезеттен қалаған тауарын бөліп төлеп алуға мүмкіндік болады деп үміттенеміз. Тауарды таңдап 24 айға дейін бөліп төлеуге рәсімдеуді ұялы телефондағы Каспий кезет қосымшасының көмегімен жүзеге асыруға болады. Каспий жұма бүкіл халықтық онлайн сатып алу мерекесі. Осы аптадағы жұма күні түнде басталып, сенбіге дейін жалғасады. Лимара Салих, Информбюро, Алматы.